Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ерекше өте дәмді ыстық тағам манпар тамағын дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Үйіңіздегілерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Тамағымыздың ең алдымен сорпасын дайындап алатын боламыз. Осылай барлық ингредиенттерді ұсақтап турап, картоп, пиязды да барлығын, етті де ұсақтап турап, қызып тұрған майда бірінен кейін бірін қуырып алатын боламыз. Яғни біздің қуырып жатқан ингредиенттеріміз осылай ұсақталып туралуының себебі манпардың қамырында осылай ұсақтап тураймыз. Сонда бір келкі сорпаның ішінде барлық ингредиенттер бір келкі болып, әдемі болып көрінетін болады. Картоп пен пиязды салып, томат салып, су қойсаңыздар да болады. Мен бірақ азырақ қызанақпен қызыл бұрыш қостым, яғни қызыл болгарский қосып, сосын су қойдым. Енді қайнатуға жібереміз. Сорпамыз қайнайды дегенше қамырын жасап алатын боламыз. Осылай азырақ қана суға жарты кіші қасықпен тұзды салып, құнымыздың үстінен құйып, бір жұмыртқаны салып, қатылау қамыр илеп алатын боламыз. Барлық керекті ингредиенттердің барлығын граммдарына дейін описаниеда жазып қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп қарап көрсеңіздер болады. Мінекей біздің қамырымыз дайын, бетін жауып қалдыратын боламыз. Біздің сорпамыздың картошка еттері пісет дегенше қамырымызды қайта-қайта илеп, осылай бетін жауық күйде ұстайтын боламыз. Сонымен қамырды салатын кезде осылай жайып, қатты жұқа етіп жаюдың керегі жоқ. Кішкене қалыңдау етіп жайып, кесіп алатын боламыз. Сіздер бұдан да жіңішкелеу етіп кессеңіздер болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен кішкене ірілеу етіп тураймын. Оның барлығы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Біздің қамырларымыз дайын, осындай шашылып тұратындай, бір-біріне жабысып қалмайтындай қамыр жуу қажет. Енді сорпаға салып пісіріп алатын боламыз. Қайнап шыққан соң 10 минут немесе 15 минуттай қайнатамыз. Бұл арада біз тұз, бұрыш, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді қосамыз. Мен чеснок қосамын, сосын свежий укроп қосамын, тұзын қосып, барлығын қайнататын боламыз. Сонымен біздің сорпамыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Барлығына ұнайды деген сенімдемін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.